Сәлем достар, бүгін біз сіздермен линзада кескін алуға байланысты есеп шығаратын боламыз. Бұл бізде оқулықтағы 25-ші аттаудың есептері. Екінші есеп, яғни жинағыш линзаның фокустық қашықтығы 10 см деп берген. Яғни бізге берілгені f тең 10 см дейді. Және егер денені шексіздіктен жинағыш линзаға дейінгі d тең 2 см қашықтыққа алып келсе дейді. d тең 2 см. Сол кезде оның кескінінің орын ауыстыруы қандай болады дейді. Енді біз алдымен бұл суретті салып қойдық, соған қарайық. Енді шексіздіктен келді деген кезінде біз ол жарық көзінен келген сәулелерді бір-біріне параллель болатын сәулелер ретінде қарастырамыз, иә? Яғни бірдене шексіздіктен линзаға оның сәулесі түсіп тұрса, демек оның жаңағы линзаға дейінгі сәулелерін параллель деп қарастыруға болады. Және дөңес линза деп тұр, жинағыш линза. Демек ол оның фокусында не істейді? Жинақталады. Яғни дене өте алыс орналасса линзадан, оның кескіні мынаның фокусында кеп жинақталады деген сөз. Онда бастаптағы орын мынау болды, кескіннің орны. Яғни кескін осы жерде тұрды бастапта. Енді екінші жағдайда не істе дейді? Яғни қандай да бір d қашықтыққа, яғни d дегеніміз 2 см болсын дейді. Мына жерде оның фокусына тең 10 см қашықтық. Ал енді ол мынандай 2 см-ге дейін мына денені жылжытайық дейді. Сол кезде оның кескіні пайда болған орынмен жаңағы алғаштағы шексіздікте тұрған кезінде кескіннің орнының екеуінің яғни қандай қашықтық болады арасы деп тұр. Енді бұл жерде қарайтын болсақ, біз алдын ала сызып қойдық. Яғни мынау біздің денеміз, иә? Ол мына линзадан 2 см қашықтықта орналасып тұр деп есептейік. Мына жер 2 см. Енді осы линза жаңағы сәуле түсіретін болсақ, екі сәуле, ол біреуі міне. Ол центр арқылы өтетін болса, ол не істейді? Сынбайды, иә? Және екіншісі, егер мына бас оптикалық өске параллель сәуле түсетін болса, ол оның фокус арқылы сынады. Яғни міне фокус арқылы сындырып тұрмыз. Басында ол былай түсті, и фокус арқылы сынып тұр. Енді мына екі сәуленің де сынған сәулені біз ұзарта беретін болсақ, олар ешқашан қиылыспайды, иә? Яғни сынған сәуленің өзі қиылыспай тұр, демек біз олардың созындыларын қиылыстырамыз. Яғни мынау бірінші алған сәулеміздің созындысын жіберсек, ол былай кетеді. Екіншінікі былай кетеді. Екеуінің қиылысқан мына жерінде, яғни біздің денеміздің кескіні пайда болады деген сөз. Осы жерге экран қойсақ, кескін түседі осы жерге. Енді қарайтын болсақ, яғни мына бастаптағы өлшеміне қарағанда, дененің өлшемі қалай болып тұр? Кескінің өлшемі дененің өлшемінен үлкен болып тұр. Онда демек ол үлкейген, яғни үлкейтілген. Және бұл созындысына қалыптасып тұр. Демек ол қандай кескін еді бізде? Жалған кескін. Егер өзінде, сынған сәуленің өзінің қиылысында пайда болса, шын болатын еді. Және ол үлкейтілген, жалған, сонымен қатар мынау жоғары қарап тұрады, мында да жоғары қарап тұр. Демек тура. Яғни кескінге сипаттама алып алдық. Өйткені жұқа линзаның формасын қолдану үшін біз оның шын немесе жалған кескін екенін анықтай білуіміз маңызды. Енді бізге былай қарастырайық. Сонда бастаптағы орны мына жерде болды кескіннің, қазіргі орны мында болды. Яғни кескіннің орны мында болды. Енді бастаптағы орны мына жерде еді, иә? Енді бізге нені тап дейді? Мына f-тен бастап, мынаған дейінгі қашықтықты тап дейді. Яғни дельта L деп белгілеп қойық. Осы неге тең? Кескіннің бастапқы және соңғы орны неге тең дейді. Енді ол бізге көрініп тұр. Суреттен дельта L-іміз табу үшін. Мына жерге дейінгі қашықтығымыз бізде f, яғни фокус аралығына тең. Және мына линзадан кескінге дейін арақашықтықты біз кішкентай f деп белгілейміз. Осыған кішкентай f-ті қосқанға тең. Енді бізде кішкентай f жоқ. Оны анықтау үшін жұқа линзаның формасын пайдаланамыз. Яғни 1 бөлінген d плюс-минус 1 бөлінген кішкентай f тең болады плюс-минус 1 бөлінген фокус аралығы, яғни үлкен f. Енді бізде линзаның түрі дөңес, сондықтан плюс аламыз. Яғни жинағыш линзаның фокусы бізде шын болады, сондықтан плюсын аламыз. Және кескініміз бізде қандай болды? Жалған болды. Демек, мына минусты аламыз. Сонда теңдеуіміз қалай өзгереді? 1 бөлінген d азайтылған 1 бөлінген f тең болады 1 бөлінген үлкен f. Енді осы жерден кішкентай f-ті тауып көрейік. Яғни 1 бөлінген f-іміз тең болады, мынадан шығарбасақ,
1 бөлінген f-іміз, мына бері қарай өткізсек, f мына жаққа болады. Яғни 1 бөлінген d, 1 бөлінген d азайтылған 1 бөлінген не болып тұр? F болып тұр дегенсіз. Осы жерден кішкентай f-ті табатын болсақ, ол бізде неге тең болады? Ортақ бөлімге келтірсек, d көбейтілген f болады, мынаған f, мынаған d, f азайтылған d. Сол f азайтылған d-мыз бөліміне келеді, үстінде d көбейтілген не? F болады, е? Енді мәндерін орнына қойып көбейтетін болсақ, бізде мынандай болады екен. Яғни d-мыз бізде беріліп тұр 2 сантиметр, сантиметрмен ала берейік, сол кезде f-тің де мәні бізде сантиметрмен шығады. Көбейтеміз, f-міз 10 сантиметр, бөлеміз 10 сантиметрден азайтамыз 2 сантиметрді. Сонда мына үстінде 20, бөлеміз 8-ге, яғни шығады екен 2,5 сантиметр. Енді дельта L-ді есептеу бізге оңай. Яғни ол бізде үлкен f берілген 10 сантиметр. Кішкентай f-ті таптық, ол бізде 2,5 сантиметр. Демек, бізде бұл аралық екі кескіннің ол 12,5 сантиметрге тең екен. Яғни жауабы осындай болады екен. Балалар, есептің шығарылуы сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Пікірлеріңіз болса, видеоның астына қалдырыңыз, сіздерге жауап беремін. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыз.